Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен қуырылған тұшпара дайындаймыз. Оған алдымен ыдысымызға жұмыртқа, шекер салып жақсылап араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Тұзымызды салып, тағы да араластырамыз. Бұл рецептпен жасап көріңіздер. Сұйық майымызды саламыз. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Үстіне 200 мл суымызды құйып, венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Барлық ингредиенттерді араластырып аламыз. Разрыхлителімізді саламыз. Ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен қамырымызды қатты етпей, жұмсақ етпей, орташа етіп илеп аламыз. Қамырымыздың консистенциясы осылай болып шығу керек. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 15-20 минутқа қойып қоямыз. Тоңазытқышқа салып қойсаңыздар да болады. Осылай қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Қамырды мен үйдегі кесемен кестім. Сіздер өздеріңіз қалағандарыңызша үйде қандай дөңгелек зат бар, сонымен кессеңіздер болады. Осылай жайып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай кесіп аламыз. Салмасына картоп пен бұрыш, тұз араластырып салдым. Өздеріңіз қалағандарыңызша фарш салсаңыздар да болады. Осылай қызып тұрған майда екі жағын қызартып қуырып аламыз. Бұл рецептпен жасап көріңіздер қыздар, өте дәмді шығады. Осылай болып шықты. Менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын.